Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет болып пісетін сэндвичтің рецептімен бөлісемін. Керек ингредиенттің барлығын описанияға жазып қоямын, сол жерден көре аласыздар. Ең алдымен тұз, қант және де ашытқыны саламыз. Ерітілген сары майды құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді кесекте дайындап қойған жылы суымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Бізге 400 грамм ұн қажет болады. Бірақ та әркімнің ұны әртүрлі болғандықтан өздеріңіз қарарсыздар. Егер қолыңызға қамыр жабысып жатса, аздап ұн қосып жіберсеңіздер болады. Ұнды еліктен өткізіп алғаннан кейін, ең алдымен осылай араластырып аламыз. Немесе бірден қолмен илей берсеңіз де болады. Енді қолмен қамырды елеп, жақсылап біріктіреміз. Енді кесекте дастарханның үстіне аздап ұн сеуіп, қамырымызды жақсылап елеп дайындап аламыз. 3-4 минут көлемінде илейміз. Міне достар, қамырымыз дайын болды, қолымызға жабыспайды. Енді кезекте ыдысымызға сұйық май құйып, қамырымызды саламыз. Қамырымыз ыдысымызға жабысып қалмау үшін. Бетін жауып, 1,5 сағат көлемінде жылы жерге қалдырамыз. Қамырымыз міне көтерілді. Көтерілгеннен кейін қамырды бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Шамамен 10-12 дана шығуы қажет. Достар, сіздер қазақша футболканың дамуына үлес қоса аласыздар. Ол үшін менің арнама подписаться етіп, лайк басып, өз ойыңызды комментария жаза отырыңыздар. Колокольчикті бассаңыздар, сіздерге менің арнамның жаңа видео шыққандығы туралы хабарлама келіп отырады. Достар, менің осы видеомен немесе басқа да видео рецепттерімен достарыңызбен бөлісе аласыздар. Ол үшін поделиться деген кнопканы басу арқылы әлеуметтік желілерде бөліссеңіздер болады. Міне менде 10 дана шықты. 10 данасын осылай барлығын бірдей қылып дөңгелетіп дайындап аламыз. Дәл видеодағыдай. Міне. Енді кезекте үстелдің үстіне аздап ұн сеуіп, қамырымызды жайып дайындап аламыз. Дөңгелектеп, шерпек тәріздес қылып жаямыз. Міне, қалыңдығы осындай болуы қажет. Енді жайып алған қамырдың үстіне осылай аздап сұйық май жағып шығамыз. Дәл видеодағыдай 3 бұрышты формаға келтіреміз. Міне дәл осылай барлығын ортасынан сұйық май жағып, осылай формаға келтіреміз. Барлығын дайындап алғаннан кейін бетін сүлгімен жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз көтерілуі қажет. Осы уақытта салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге керек ингредиенттің барлығын описание жазып қоямын, немесе қалауыңызша салмасын салсаңыз болады. Мен бүгін шұжық дайындадым, және де сыр, одан кейін салат жапырақтары, тұздатылған қияр және де қызанақты пайдаландым. Өте дәмді болып шығады. Барлығын дәл видеодағыдай турап дайындап аламыз.
Міне салмасын барлығын турап дайындап алдым. Осы мезетте қамырымыз да көтерілді. Көтерілген қамырдың үстіне бір дана жұмыртқаны араластырып, барлығына жағып шығамыз. Міне енді осының үстінен күнжіт немесе мак сеуіп алсаңыздар болады. Барлығы дайын болды. 180 градуста 20-25 минут көлемінде пісіріп алдым. Міне осылай қызарып пісуі қажет. Әркімнің духовкасы әртүрлі болғандықтан өздеріңіз қарарсыздар. Міне қамырымыз осылай көтеріліп піседі. Енді осының бетін жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Сәл салқындауы қажет. Орталар еркін ашылатын болады. Кейін осының ішіне салмамен толтырамыз. Өте нәзік, жұмсақ қамыр дайын болады. Ең алдымен салат жапырақтарын салдым. Кейін шұжық, сыр, помидор, яғни қызанақ және де тұздатылған қиярды салып дайындап алдым. Дәл солай барлығын дайындап жасап аламыз. Міне достар, осындай әдемі болып, өте дәмді болып, жарқын болып шығатын сэндвичіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантып отырыңыздар. Дәмді тағамдарды жасау арқылы. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.